Сәлем достар, бүгін біз ПП сырники дайындаймыз. Өте дәмді, тойымды, әрі осындай воздушный болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Үй сүзбесін, яғни творогты міндетті түрде ситыдан өткіземіз. Воздушный, пышный болып шығатын сырникидің құпиясы осында. Міндетті түрде ситыдан өткіземіз. Сол кезде біздің творогымыз ұнтақталып, көтеріліп тұратын болады. Неке дәл осылай барлығын өткізіп алдық. Енді үстіне күріш ұнын пайдаланамын. Және де қанттың орнына стевия, яғни қантты алмастырғышты қосамыз. Бұл жерде өзінің осындай арнайы қасығы болады. 1 миллиграмдық. Содан мен 5 немесе 6 қосамын. Жұмыртқаның сарыуызынан 2 дана қосамыз. Және барлығын жақсылап қолмен араластырып, біркелкі масса дайын болғанша жақсылап араластырамыз. Неке барлығын араластырып алдық. Өте жұмсақты емес, немесе өте қатты да болмайды. Осындай жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Бізде қамыр пайда болды. Өзімізге ыңғайлы болу үшін бірінші 2 бөлікке бөліп алдым. Және осы бір бөлігін 12 дана шығатындай етіп бөліп алдым. Сонда бір сырникидің салмағы 50-60 грамдай болады. Пышақтың көмегімен немесе осылай кондитерлік форманың көмегімен дөңгелетіп сырникидің формасын дайындап аламыз. Дәл видеодағыдай бірінші қасықпен басып алдым. Және бетін пышақтың көмегімен тегістеп сырникиларымызды формасына келтіріп дайындап аламыз. Қамырымыз жауыспау үшін неке күріш ұнын пайдаланды. Неке дәл осылай сырникидің барлығын дайындап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін мұздатқышқа кішкене қатырып салып алған дұрыс. Себебі пісірген кезде өз формасын ұстамайтын болады, егер қатпаса. Сол себепті тоңазытқышта 3-4 сағатқа қатырып аламыз. Енді қызып тұрған майда сырникиларымызды 2 жағын қуырып аламыз. Мұздатқышта қатып тұрған сырникиді сол бойда, алған бойда осылай майға сала беруге болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай формасын жақсы ұстайды, аударғанда да өте ыңғайлы. Енді осы 2 жағын қуырып аламыз да противенге салып, қызып тұрған пеште 10 минут духовкеге пісіріп аламыз. Сол кезде біздің сырниктарымыз көтеріліп, воздушный болып піседі. Таңғы асқа қаймақпен, немесе йогуртпен, әртүрлі жеміс-жидектермен бірге қосып ұсынсаңыз, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.